Айнұр кішкентай ауылда дүниеге келді. Әкесі қатал, әрі ішімдікке құмар, ал анасы көнгіш, мейірімге зәру адам болатын. Үйдегі кикілжің мен зорлық-зомбылық оның балалық шағын ауыртпалыққа толтырды. Ол кішкентайынан мейірімге зәру болып, болашақта бақытты өмір сүремін деп армандады. Мектепте Айнұр оқуға қабілетті, бірақ өз-өзіне сенімсіз қыз болатын. Құрбы-құрдастары оның тұрмыстық қиындықтарын біле тұра жиі мазақтайтын. Ол бала кезінен ақ өзгелерге ұнауға тырысып, өзін қорғансыз сезінетін. 18 жасқа толғанда Айнұр ауылды тастап Алматыға аттанды. Ол ата-анасының қатыгездігінен құтылып, жаңа өмір бастаймын деп ойлады. Қаланың тіршілігі оны қызықтырды, бірақ еш тәжірибесіз, ақшасыз қыз үшін қала өмірі оңай болмады. Бірнеше ай бойы арзан жатақханада тұрып, түрлі жұмыс істеді. Даяшы болып қызмет етіп жүріп, көп ақша табатын әйелдерді көрді. Олар әрдайым сәнді киініп, әдемі болып жүретін. Айнұр олардың өміріне қызығып, солар сияқты болғысы келді. Бір күні кафеде отырған кезінде сәнді киінген екі әйелмен танысты. Олар оған: "Егер жақсы өмір сүргің келсе, бізбен жұмыс істеп көр. Қазір көп ақша табу өте оңай" деп айтты. Басында Айнұр бұл ұсыныстардан қорықты. Бірақ кедейлік пен болашаққа деген белгісіздік оны бұл жолға итермеледі. Ол бір-екі рет жасап көремін де тастаймын деп шешті. Бірақ алғашқы табыс оны қатты қызықтырды. Қымбат киім, сәнді өмір, ерлердің назары бәрі оған бұрын қол жетпес арман болып көрінетін. Уақыт өте келе Айнұр бұл жолдан шыға алмайтын тұңғиыққа батты. Ол өзінің клиенттерінің көңілінен шығып, өзіне тәуелді бола бастады. Бірақ әр түн оған ауыртпалық түсіріп, өзін-өзі жек көру сезімін тудырды. Ол ішкі жан дүниесіндегі қайшылықпен күресе алмады. Бірнеше жылдан кейін Айнұр денсаулығындағы өзгерістерді байқады. Күшсіздік, тәбетінің жоғалуы, салмақтың тез түсуі сияқты белгілер оның күнделікті өмірін ауырлата бастады. Алғашында ол бұл ауруды елемеді, бірақ жағдайы күннен күнге нашарлай берді. Ақыры дәрігерге көрінуге мәжбүр болды. Анализдер нәтижесінде ол иммун тапшылығы вирусына СПИДке шалдыққанын білді. Бұл жаңалық оның өмірін төңкеріп жіберді. Диагноз қойылғаннан кейін Айнұрдың өмірге деген көзқарасы түбегейлі өзгерді. Ол өткен өміріндегі қателіктерін қайта еске алып, өзін кінәлай бастады. Достары оны тастап, жалғыздықпен бетпе-бет қалды. Ауруы асқынып, төсектен тұра алмайтындай халге жетті. Ол ауыр жағдайда жатқанда өмірінің мән түсінуге тырысты. Айнұр ауылдағы анасына хат жазып, кешірім сұрады. Анасымен байланысқа шыққаннан кейін ол ауылға қайтып барғысы келетінін, бірақ өмірінің соңғы сәттерін осында өткізуге мәжбүр екенін түсінді. Өлім аузында жатқанда оған жергілікті журналист келіп, оның әңгімесін жазып алуды ұсынды. Айнұр бұл ұсынысты қабылдап, соңғы сұхбатын берді. Ол былай деді: "Мен өмірімді басқа арнада елестеттім. Мен бақытты болғым келді. Сүйікті әйел болуды, ана болуды армандадым. Бірақ менің әлсіздігім, материалдық дүниеге құштарлығым мені басқа жолға түсірді. Мен оңай ақшаға қызықтым, бірақ оның бағасы тым ауыр болды." Ол көзінен жас ағып тұрып жалғастырды: "Менің оқиғам көп қыздарға, әсіресе жас қыздарға сабақ болуы керек. Өмірдің қиындықтарына мойымау керек екенін, қанша ауыр болса да адал еңбекпен күн көрген дұрыс екенін түсіндірді. Мен көп нәрсені кеш түсіндім. Егер мен уақытты қайтара алсам, бұл жолға ешқашанда түспес едім" деді.
Сұхбатының соңында ол адамдарға үндеу жасады. Жастар, қыздар, өз денсаулықтарыңызды, абыройларыңызды сақтаңыздар. Қиналғанда ең жақын адамдардан көмек сұраңыздар. Қайғы мен жалғыздықтың соңында еш жақсылық жоқ екенін түсініңіздер. Сұхбаттан кейін көп өтпей Айнұр өмірден өтті. Оның сөздері газет беттерінде жарияланып, көптеген адамның жүрегін тербетті. Оның өмірі адамдарға сабыр мен дұрыс жолды таңдаудың қаншалықты маңызды екенін еске салатын ауыр сабақ болды. Айнұрдың соңғы сөзі: менің қателігімді қайталамаңыздар. Өмір тым қысқа, оны қадірлеңіздер. Оның әңгімесі жігерсіздік пен қателіктердің қайғылы нәтижесін көрсететін шынайы тарих.